Паркинсон ауруы мидағы допаминнің жетіспеушілігінен пайда болады. Допамин мида бөлінетін химиялық зат. Қартаю процесіне байланысты көп адамдарда допаминнің бөлінуі азаяды. Мида допамин азайғанда Паркинсон ауруын дамытатын адамдар. Науқастар жеңіл дірілдер, қолдар мен аяқтардың қаттылығы, бет әлпетсіз маска тәрізді беттер. Сондай-ақ күнделікті өмірдегі әрекеттерінің баяулауын, мысалы жүру, тіс тазалау, жуыну сияқты байқайды. Барлығы баяулайды. Бұны біз моторлық симптомдар деп атаймыз. Оларда кейбір есте сақтау мәселелері, немесе кейде көңіл-күйдің өзгеруі, сондай-ақ галлюцинациялар, сөйлеу мәселелері, жұту мәселелері болуы мүмкін. Кейде оларда ұйқы мәселелері, зәр шығару шұғылдығы, жиілігі немесе кейде ұстамау, сондай-ақ жиі шығату, және тынышсыз аяқ синдромы болуы мүмкін. Бұл моторлық симптомдар басталмас бұрын кейбір науқастарда пайда болатын, ең жиі кездесетін моторлық емес симптомдар. Біз бұл мәселені емдей алмаймыз, бірақ біз бұл мәселені өте жақсы басқара аламыз. Мен барлық науқастарыма жерорта теңізі диетасын бастауға кеңес берер едім. Жерорта теңізі диетасы дегеніміз науқас көп көкөністер мен жемістер, аздап құрғақ жемістер, балық пен ашайындағы омега май қышқылдарын көбірек тұтынуы, тәттілерді азайтып, көбірек су ішуі керек. Маңыздысы, сіз тұрақты түрде жаттығу жасауыңыз керек. Күн сайын кем дегенде 40 минут жаяу жүру. Егер оны жасай алмасаңыз, таңертең 20 минут, кешке 20 минут қарапайым жаяу жүру және қолды бос ұстап жаттығулар жасау жеткілікті. Маңыздысы, қазір бізде Паркинсон ауруына арналған көптеген озық емдеу әдістері бар. Бізде әртүрлі дәрі-дәрмектер бар және егер дәрі-дәрмектер жеткіліксіз болса, бізде терең ми стимуляциясы және апоморфин инъекциялары сияқты озық терапиялар бар. Мен барлық науқастарыма айтатын нәрсе, Паркинсон ауруы емделмейтін болса да, қол жетімді. Емдеу арқылы біз сізге отбасы мүшелері мен достарыңыз сияқты дерлік қалыпты өмір сыйлай аламыз. Рахмет.